Hello, boys and girls. How are you today? Let's start our English lesson. Our theme is project. Now let's learn new words. Big, үлкен. Small, кішкентай. Long, ұзын. Short, қысқа. Tail, құйрық. Eyes, көз, біз бұны өткенбіз. Nose, ears, mouth. Head, бас. Neck, мойын. So, now we will describe with you animal. Қазір біз сендермен бірге жануарларды сипаттаймыз. You can see here the words big, long, small, tail, eyes, nose. Мына жерде бізде үлкен, ұзын, кішкентай, құйрық, көз және мұрын деген сөз берілген. Қанекей бәріміз бірге мына мысықты сипаттайық. It's got big eyes, a small nose, a long tail. Оның үлкен көзі, кішкентай мұрны және ұзын құйрығы бар. Келісеміз бе? Yes. Okay, now let's learn again new words. Қане, қайтадан жаңа сөздерді жаттайық. Tea, шай. Water, су. Juice, шырын, сок. Coffee, кофе. Окей, мысалы, мен ішкенді ұнатамын. Кез келген бір нәрсені айту үшін, мысалы, I like drinking tea. Мен шай ішкенді ұнатамын. I like деген, мына I like деген сөз, мен жақсы көрем деген сөз. Яғни ұнатамын. Drinking, ішу. I like drinking tea. I like drinking water. Мен су ішкенді ұнатамын. I like drinking juice. Мен шырын ішкенді ұнатамын. I like drinking coffee. Мен кофе ішкенді ұнатамын. I like eating sweets. Eating деген енді бізде тамақ жеу деген сөз. Drinking ішу, eating жеу. Мен тәтті жегенді ұнатамын. I like eating rice. Мен күріш жегенді ұнатамын. Okay, good. So your home task in your pupil's book on page 66, exercise 11. Үй тапсырмасы 66 беттегі 11-ші жаттығу. Біз мына жерде, яғни big or small деген екі сөзді мағынасына қарай жазып шығамыз. Goodbye.